Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға қоюға арналған осындай түрі ерекше мак қосып жасалынатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Толық құрамның барлығын описание бөлімінен көре аласыздар. Ең алдымен бізге осындай кішкене ыдысқа бір тісше чеснокты майда осындай үккіштен өткізіп аламыз. Оның үстінен кішкене тұз, кішкене бұрыш және де осындай қызыл кептірілген паприка қосып жіберсеңіздер болады. Және де үстінен сұйық майды қосып, жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Бізге 2 ас қасық мақ қажет болады. Осы мақты алып, қызып тұрған табаға салып, 2 минут шамасында қуырып аламыз. 2 минуттан кейін өзі сондай жаңғақтың иісі сияқты әдемі иіске ене берген кезде газдың астын өшіріп, ыдысымызға қайтадан салып қоямыз. Бізге нан қажет болады. Жай ғана булка нанды пайдалансаңыздар болады. Батон нанды осындай шеттерін алып тастап, төртпішті етіп, майдалау етіп турап шығамыз. Менде ақ нан қалмағандықтан қара нанды араластырып жасадым. Бірақ та сіздер тек ақ нанмен жасай берсеңіздер болады. Жаңағы дайындап қойған майымызды осылай ситодан өткізіп, табаға құямыз. Қасықпен кішкене осылай езіп жіберсеңіздер, ода да қалған майлар шығатын болады. Оның үстіне жаңағы туралған майда нандарымызды салып, бірнеше минуттай қызарғанша қуырып аламыз. Өзі сондай золотистый қызғыш түске ене берген кезде газдың астын өшіріп, бір шетке алып қоямыз. Енді кезекте қажетті заттарымыздың барлығын төртпішті етіп турап аламыз. Бізге осындай кез келген тауықтың аяғы қажет болады, бірақ та мынандай терісін алып тастаймыз. Барлығын төртпішті етіп турап аламыз. Бірінші осындай тауықтың аяғын, одан кейін жұмыртқаны, одан кейін помидорды және де сыр, осындай қаттылау сыр қажет болады. Оны да жақсылап төртпіштілеу етіп турап шығамыз. Достар, менің каналыма қолдау білдіріп, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, немесе сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, жазып кетсеңіздер болады. Біз қазір салатты жинайтын боламыз. Бірінен кейін бірін салып, арасына майонезбен тұз, кішкене бұрыш араластырып, сеуіп отсаңыздар болады. Немесе барлығын араластырып, майонезді сеуіп, ең бетінде осындай сухарикті сепсеңіздер де болады. Олай да өте ерекше болады. Осылайша алдымен тауықтың етін үстінен кішкене майонез себеміз. Оның үстінен жұмыртқа, тағы да майонез сеуіп, тұз, кішкене бұрыш себеміз. Оның үстінен помидорды салып, тағы да майонезді осылай әдемілеп жағып, кішкене тағы да тұз себеміз. Одан кейін барып, бетіне сырды саламыз. Сырды да ақырындап бір-біріне жайып қоямыз да, оның бетінен тағы да майонез, кішкене бұрыш пен тұзды сеуіп, ең бетінде сухариктарды әдемілеп қойып шығамыз. Дәл осы кезде жаңағы қуырылған мақтарымызды әдемілеп сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша азырақ сепсеңіздер болады, немесе мен сияқты көп сепсеңіздер болады. Себебі өте ерекше әдемі дәм береді екен. Мен өзім бірінші рет жасап, өте ұнады, сіздермен бөлісейін деп шештім. Міндетті түрде дәл осы салатты осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де жаңа жылдық дастархандарыңыздың сәнін келтіреді деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.